Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бірге Айгерім. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, ерекше ыстық тағамның түрі жаппасайдың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті зат: тазартылған картоп, сәбіз, сарымсақ, пияз және ет. Етті видеодағыдай ұзынша етіп, содан соң төртбұрышты етіп, кубиктеп турап аламыз. Қалауларыңызша майда етіп турасаңыздар да болады, және ірілеу етіп турасаңыздар да өз еркілеріңізде. Пиязды да солай тазартып алып, төртбұрышты етіп, кубиктеп барлығын турап алдым. Келесі кезекте сарымсақты да осылай кішкене майда етіп турап алдым. Тазартылған сәбізді де ұзынша етіп турап, содан соң төртбұрышты кубик етіп турадым. Мен бұл жерде кішкене майда етіп турадым. Сіздер орташа ірілеу етіп турасаңыздар да болады. Картошканы орташа көлемде турадым. Майда етіп турамаңыздар, піскенде езіліп кетуі мүмкін. Осылай барлығын турап дайындап алдым. Қызып тұрған майымызға жаңағы пиязды салып, қуырып, араластырып, осылай араластырып алыңыздар. Одан соң үстіне жаңағы сарымсақты салдым. Оны да жақсылап 1 минуттай қуырып алдым. Және үстіне туралған етті салып, тағы да 5 минутқа қуырып алдым. Дәміне қарай томат қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде тартылған қызанақты қостым. Осы кезде сіздер болгар бұрышын қоссаңыздар болады. Менде болгар бұрышы болмағандықтан осындай тәтті паприка дәмдеу үшін қостым. Келесі кезекте туралған сәбізімізді қосамыз. Оны да тағы 1 минуттай араластырып қозғаймыз. Одан соң туралған картопты да үстіне салып, араластырып жіберіп, дәміне қарай кішкене тұз салдым. Және тұз салып болғаннан соң осы массаның үстін жабатындай етіп су құйдым. Салқын су құйдым. Және де көбірек құймаңыздар. Жаңағы осы массаның бетін кішкене асып тұрса жеткілікті. Су қайнағаннан соң бетін жауып, жай отта пісіріп аламыз. Подливкамыз піскенше қамыр дайындаймыз. Жарты стакан суға 1 шай қасық тұз және де 1 жұмыртқаны жарып салдым. Және жақсылап араластырып жіберіп, таза құрғақ ыдысқа құйдым. Үстіне електен өткізілген ұнды салып, жақсылап қаттылау қамыр илейміз. Жаңағы 5 бармақтың қамыры иленгендей, сондай кішкене қаттылау қамыр болғаны дұрыс. Осылай енді илеп болдым. 5 минутқа тындырып қоямын. 5 минуттан соң осылай қолдың көмегімен кішкене басып жіберіп, жұдырығымызбен, одан соң қамырды жаятын боламын. Осы қамырды қазір жұп-жұқа етіп жаю керек. Сонымен қатар менің каналымда универсал тестоның рецепті бар. Міндетті түрде описание бөліміне қалдырамын ссылкасын. Барлық 5 бармақ, пельмен және де манты тағамдарына сол тестоны қолдана беруге болады. Сонымен қатар менің каналымның алға қарай жылжуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Осы видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осылай қолдың көмегімен жайып, жұқа етіп қамырды жайып алдым. Жұқа етіп жайылған қамырдың үстіне жаңағы сұйық майды құйып, жақсылап щеткамен немесе қолмен барлық бөлігіне толықтай жағып шықтым. Көрдіңіздер, қамырым өте жұқа болып жайылды, бір тегіс. Енді пышақтың көмегімен осылай кесіп, төртбұрышты етіп кесіп, осылай дайындап аламыз. Міне қамырдың жұқалығы осындай болды. Подливкамыз пісуге жақын қалды. Енді осы қамырды осы подливканың үстінің барлығына қойып шығамыз. Подливкамыздың кішкене суы болу керек, құрғақ болып қалмасын, асты жабысып қалады. Суы тартылып кеткен жағдайда кішкене үстіне тағы да су қосуға болады. Қамырдың барлық бөлігін осылай жайғастырып орналастырдым және бетін жауып 25 минутқа қоямын. Оттың асты өте жай болу керек. Осылай 25 минуттан кейін біздің тамағымыз дайын болды. Енді тарелкемізге орналастырамыз. Осылай видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай төртбұрышты қамырды сопақша етіп, бір қайырып, осылай орналастырып шығасыз. Және подливкасын кішкене қозғап жіберіп, осының тарелкенің тура ортасына салсаңыздар өте керемет дәмді көрінеді.
қалауларыңызша аскөк немесе көкпияз қоссаңыздар болады. Міне осымен біздің тағамымыз дайын болды. Міндетті түрде дәл осы менің рецептіммен дайындап көріңіздер, керемет болып шығады. Каналыма тіркеліп жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар.